биде туған жоқ білесің, біле тора жолмен жүресің. Көк шыбықты көңіліңде көктетіп, көпшілікті назарыңа ілесің. Қайраткерсің, қарақылды қақ жарған, санаткерсің, сан сайыста топ жарған. Қайсы бірде айнымайсың баукеңнен, қайсы бірде айнымайсың мағжаннан. Айтулы ақын Исраил Сапарбай ағамыз жырлағандай, қазақ баспасөзінің алмас қылышы, Махамбет мінезде сом жүрек Нұрмахан Орызбек атамыз көзі тірі болғанында биыл 80 жасқа толар еді. Күні бүгін үйіне барып, Құран бағыштап қайтқандар көп. Мен де арнайы барып қайттым. Нұрмахан атамыздың қара шаңырағын қазақ журналистикасында білмейтіндер кемде-кем. Төле би даңғылымен қиылысатын Прокофьева көшесіндегі 226 үй кезеңінде ұлтымыздың бір туар сан перзенті бас қосқан Құтты босаға. Тоқырау жылдарында ұлт рухын аласартпаған сан тағылымды кітап жарыққа шыққан киелі баспана. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Қыз болып өте жоғары. Сәлеметсіз бе? Әдия апайымыз айтулы тұлғаның асыл жары. Ол үшін тілші мен қаламгер атаулы ең қалаулы қонақ. Нұрмахан атамыздың көзі тірісінде-ақ солай қалыптасқан. Бұл үйден ешқашан қонақ үзілмейтін. Нұрекең өзі өтті мейман келген жақсы көретін. Біздің әр жексенбі, сәрсенбі күндері үйді қонақ болатын. Бір айды бір қонақ шағырмай қалса, бізге қонақ келмеді ғой, әде көп болды қонақ шағырманың деп тұратын. Қонақ кесіп қуанып кететін өзі. Аты үй болғанмен баспана құдды мұражай дерсіз. Айналаңа көз тастап-ақ шаңырақ иесінің кім болғанынан ақпарат ала аласыз. Нұрмахан Оразбек, белгілі журналист, жазушы, баспагер. 1938 жылы 1 желтоқсанда оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Бұрынғы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің түлегі. Қазақ журналистикасы факультетін тамамдаған. Саяси шолушы, публицист, аудармашы. Аудандық, облыстық, республикалық газет-журналдарда, Қазақпарат агенттігінде, Ақиқат журналында түрлі басшылық қызметтер атқарған. Қазақстан баспа үйінің құрылтайшысы, ағылшын тілінде шыққан Қазақстан Республикалық газетінің бас редакторы. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, парасат, құрмет ордендерінің иегері. 2015 жылы 9 желтоқсанда өмірден өтті. Біздің мақтанатын ештеңе жоқ, біз скромно тұраттық, Нұрекең скромныйын жақсы көретін адамды. Бір жерге барып, аға, ана үй солай әдемі, біз олай жоқ қой десе, жетеді, олай неғыма қызықпады дейтетін. Әдия апай айтса, айтқандай, Нұрмахан атаның үйі нағыз шығармашылық адамның шаңырағы. Сөре-сөре кітаптан аяқ алып жүре алмайсың, кітапхана іспетті. Мұны шкафке кітаптан аз деп қалған себебі Нұрекеңнің Түркістан Қазақ университеттіға 2000 кітабыны сол жерде балалар оқысын деп Нұрекеңнің 53-52 жылдың жиналған кітаптарыны бәріне бердім. Мен үйді ұстағанмен неғылам, балалар оқысын, көрсін Нұрекең кітапты. Өзім арман еткен бір библиотека, сол библиотека ашылып, жалғыз өзінің бесеміз, бір орын берді, бұлың. Сол кітаптан сол жібердік. Рахмет айтып жатыр, Құлбек Ергөбеков деген соңға алып, сол жерде тапсырды. Үйінің кітаптан көрінбеуіне жөн бар. Нұрмахан Оразбек 1996 жылдан өмірінің соңына дейін Қазақстан баспа үйіне басшылық етіп кетті. 100 жылдық тарихы бар баспаға тоқырау жылдарында жабылып қалу қаупі туғанда нарықтық қыспақтан аман алып қалған осы азамат еді. Білдей бір ұжымды таратпай, өз үйінің бірінші қабатына көшіріп сақтапты. В 1996 году директором издательства был назначен Нурмахан Оразбек. 1996 жылы қиыншылық шақтарда Қазақстан баспасына Нұрмахан Оразбек директоры болып тағайындалды. Баспагерлер үйінің 3-ші қабатындамыз. Тапсырыс жоқтың қасы, ғимаратты жалдау құны өсіп кетті. Жалақы жоқ, жабылудың аз-ақ алдында едік. Нұрмахан аға сақтап қалды, үйін босатып баспаға берді, ұжымды сақтап қалды. Ұйымдастырушылық, іскерлік қабілеті зор еді.
2018 жылы қарашада Қазақстан баспасына 100 жыл толады. Еліміздегі белгілі сан баспа кезеңінде осы тарихи мекемеден бөлініп шыққаны мәлім. Сондықтан мерейтойды лайықты атап өтпекпіз, дейді Әдия Оразхан. Ері қайтқалы баспа үйіне өзі жетекшілік етіп отыр. Болашақта әке ісін кенже қызы Назым Оразхан жалғарына сенімді. Оқу озаты, ұлттық құндылықтарды қадірлей өсіп келеді, әрі өнерлі көрінеді. Мен билеймін, әрі домбыра тартамын. Мен 2-ші сыныпта домбыраға қатысуды меңгердім. Маған домбыра кішкентай кезімде қатты ұнайтын. Атам ойламаған еді мен болашақта домбыра ойнайтынымды, әрі мен сенімсіздікпен қарады, иә. Бірақ мен домбыра курсынан өткеннен кейін қатты қуанған еді. Сосын менде домбыраға деген махаббатым оянды. Нұрмахан Оразбек белгілі қаламгер. Қазақ баспасөзінде белсенді қызмет ете жүріп, сан тағылымды туынды да жазып қалдырған. Егемендіктің алғашқы жылдарында елбасымен еріп, талай халықаралық кездесулерде болыпты. Қызметтік сапармен бірнеше елдерді аралаған, санасына түйгенін қағазға түсіріпті. Артында отан, қасиеттісің сен, мұхиттың арғы жағы бергі жағы, капитал қамалындағы 18 күн сынды көптеген кітап қазынасы қалды. Анадан ерте жетім қалып, несібелі апасының тәрбиесін көрген ол кітапты өте қадірлепті. Мені өмірге тәрбиелеген кітап деп жиі айтатын. Маған ақыл айтқан бір ғана нәрсе кітап. Мен 1-ші класстан бастап кітапхананың кітаптарының қолыма түскенін қойғаным жоқпын. Барлығын оқыдым. Солардың айтқан, кітаптың айтқан ақыл кеңес адам қандай болу керек, қандай болып өсу керек. Сол маған ақыл үйреткен кітап. Жалпы кітаптың ықпалы, әсері әртүрлі болады, бірақ соның тіпті бұрын айтатынымыздай жағымсыз кейіпкер болса да, соның жаңағы әрекетінде, іс әрекетінде адамға өзіне үлгі аларлық, ғибрат аларлық нәрселер болады. Сол жағын оқығанда ұмытпау керек. Нұрмахан Оразбек ұлт рухын ту еткен азамат еді. Айқын айғағы баспасөзге басшылық еткен жылдарында көрінді. 1988 жылы Орталық Қазақстан газетіне бас редактор болып тағайындалады. Барлық елдердің пролетарлары бірігіңдер деген ұран әлі сақтаулы кезең. Ауыстырып, айғайлатып, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деп жаздырады. Газет мазмұны да соған сәйкестендіріледі. Облыстық газет, облыстық атқару комитетінің басыбайлы органы емес деп, ана тілі, ұлт мәселелері, халық қамы жайлы мақалаларды бірінші бетке жариялай бастайды. Бұл кісі батылдығы да бар, батырлығы да бар. Сосын кейін жаңа принциптілі. Айтқан бетінен қайтпайды. Мысалы, бір статья жазатын болса өзгертпейді. Сондай өзі шыншыл, сондай таза адам еді. Жолдастарының бәрі өз сияқты адамдар еді. Мысалы, Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, Сәкен Иманасов бар. Тірі қалған жолдастарынан өзімен қатар одан бір жас кіші ақын Мамадияр Жақипов бар. Ол шыншыл еді. Журналистерден атты айнала бермей жалынан ұстап мініп кетуді талап ететін. Қайсарлығы 1991 жылы тағы бір айғақталды. Күзге салым Мәскеуде әйгілі тамыз бүлігі бұрқ ете қалды. Өзін уақытша үкімет жариялағандар 3 күн бойы елде дүрбелең туғызып, Михаил Горбачевтың қызметтен кетуін талап етеді. Бұл 19 тамыз еді. Ал 20 тамыз күні Мәскеуде тәуелсіз мемлекеттер одағын құру туралы келісімге қол қойылу керекті. Тоқетері уақытша үкімет кеңестер одағындағы республикалардың дербестік алуына кедергі жасағысы келді. Мемлекеттік газеттерде өз бұйрықтарын жариялады. Елдегі басылымдар әліптің артын бағып, екі үкіметке де қатысты материалдарды араластыра басып, қойыртпақ жасап жатқанда, жалғыз Нұрмахан Оразбек өз газетінде бұл саяси төңкеріс деп қарсылығын басты. Төңкеріс жеңсе, демократия өледі деп жар салды. Басымыз кетеді деп үгіттегендерге де көнбепті. Жігіттердің бірде-біреуі ешқайда айтқан жоқ. Солай жіберді, бірақ бәрі де қорқыпты. Содан Жайық Бексұрып дейтін ағамыз болатын, ақсақал кезінде Сталиннің заманында отырып келген, халық жауы деп. Сол кісіні жіберіп, ойбай Нұрмахан, не болды осы, біз көрдік қой осы сөз айтамыз деп отырып келді. Сосын жаққа ендігі кезек біздікі шығар. Кім біледі, заман қалай болады деп көнгенім жоқпын. Ана тілі баспасының Жақал Дәуренбековтың айтқаны «Ойдауа» деген кітабында Нұрмахан Оразбектің батырлығын, Момышұлының батырлығына журналистика жағынан прототипі деп сөйтіп айтқанда ол кісі өзінің кітабында.
Енді бұл кісінің тағы сол батырлығы демекші Оксфорд университетінде әлеуметтану мен саясаттану кітабын аударды. Ол үлкен жұмыс. Көрінген адам әр адам ала бермейді. Кішкене өзіне нақ сенімді адам ондай үлкен жұмыстарды ала алады деп айтамын. Иә, нар тұлғаның өмір жолы өнеге көзі. Әсіресе журналистика саласын таңдаған жас буын үшін тағылымы мол. Онымен өскелең буын қаламгер жайлы ғибратты ғұмыр сериясымен жарық көрген жаңа жинақтан кеңірек таныса алады. Бірі бұйыртып менің де қолыма тиді. Әди апа, аталарың жастарға үлкен сенім артатын, Нұрекеңдей журналист бол, деп тілек жазып берді. Сен журналисті бірінші курссың ғой? Бірінші курс. Сен Нұрекеңдей болып шықсан журналист. Мен білмеймін. Сонша қуанаттым да, бұл кітапны саған берем. Сен бұл кітапны оқып, Нұрекең туралы көп білсең, сол жерден көріп, оқып, сол кісіні үлгі алсаң, тәрбие алсаң, солай жаман болмайсың. Атақты бол. Орденлерің солай болсын. Жалпы енді жаттан сөз сияқты мынау келешегіміз, болашағымыз солар жақсы болса, біздің қоғамдық біздің халқымызды жаман болмас деп ойлайды. Өзі жалпы тіпті 5000 жылдың Сократ айтқан, мына жастардан не күтуге болады? Бұлар адамзатты құртып кетеді деген ғой. Олай емес. Ол жастар істейді бәрін. Қателессе де солар істейді, жөндесе де солар жөндейді. Өйткені біздің заман басқа, кететін заман. Иә, мойындау керек. Мен бұрын Нұрмахан Орызбек атамыз туралы естігенім болмаса, көп мағлұмат білмейтінмін. Алғашқы журналистік ізденісімді түсіру барысында мен оның адамдық, азаматтық болмысын таныдым. Шығармашылық кредосымен таныстым. Өмірде сын сағаттар көп, сынып кетпе. Қашанда пікіріңде ұстанымыңда ашық болсын. Адамға ең бастысы өзінің абыройын сақтау деп жазып атамыз. Бұл сөздер журналистикалық жолға алғаш қадам басқан мен үшін өмірлік ұстаным болмақ.